Барлығыңызға сәлем, менің атым Фариза. Бүгін сіздермен әлемдік классикада үлкен орын алатын Луиза Мэйдің «Кішкентай ханымдар» атты романын талқылайтын боламыз. Бар жоғы 10 аптада жазылған роман танымал бестселлерге айналып, оқырмандардың сұранысына ие болады. Роман желісімен таныспас бұрын алдымен автордың өміріне қысқаша шолу жасап өтсек. Негізінен америкалық жазушы Луиза Мэй Олкот 1832 жылы Пенсильвания штатындағы Филадельфияда дүниеге келеді. Әкесі Амос Брэнсон мұғалім болса, анасы Эбби Мэй әлеуметтік қызметші болған. Туынды классика болғанымен тілі жеңіл, қабылдауға оңай, себебі шығармада сөз болатын тақырып қарапайым ғана отбасы көрінісі. Шығарманың басты кейіпкерлері апалы-сіңлілі төртеудің тағдыры, олардың есею жолдары, араларындағы мызғымас қарым-қатынас туралы баяндалады. Марш отбасында тәрбиеленген Маргарет, Джо, Эми және Бесс бір-біріне мүлдем ұқсамайтын 4 түрлі кейіпкер. Олардың белгілі бір нәрсеге қызығушылықтары, көзқарастары, мінездері, жүріс-тұрысы әртүрлі. Мәселен, бірі актриса болса мекендейді, бірі жазушы болуды армандайды, бірі музыка десе ішкен асын жерге қойса, енді бірі қылқалам шебері. Дегенмен де оларды біріктіретін ол бауырмалдық. Әркез бір-бірін қолдаудан, бір-біріне көмек көрсетуден қашпайтын. Жалпы бұл шығарманы оқи отырып, әр адам өзінің отбасын елестетуі мүмкін. Отбасыдағы әкенің рөлі, ананың рөлі, үйдің үлкеніне түсетін жауапкершілік, жалпы бақытты отбасы болудың, тату отбасы болудың құпиялары сөз болады. Махаббат, достық, мейірімділік, жылулық сияқты тақырыптарды қамтиды. Мен ойлаймын, көпшілік оқырман үшін фаворит кейіпкер ол Джо. Және неліктен? Джо жазушы болғысы келетіндіктен бе, жан дүниесі шығармашылыққа толы, еркіндікті қалайды. Және өз ойын қысылмай, қымтырылмай жеткізгенді жақсы көреді. Қалыптасқан белгілі бір дағдылармен емес, өзіне ыңғайлы, өзі қалаған өмірді сүргенді қалайды. Оқиғада қыс мезгілі, Рождество алдындағы керемет, сондай бір жылы көңіл-күй суреттеледі. Дәл қазір жылы пештің жанына жайғасып, жаныңызға ыстық кофеңізді алып, кішкентай ханымдарды оқыр болсаңыз, бұл роман сізді баурап алары сөзсіз. Ал егер оқыған болсаңыз, төменде міндетті түрде пікіріңізді қалдырып кетуіңізге болады. Сондай-ақ менің қолымдағы романның қазақша нұсқасы тұңғыш рет бұл романды қазақ тіліне аударған Фолиант баспасы болатын. Әлемге танымал туындыны өз тілімізде оқығыңыз келсе, foliant.com сайт арқылы тапсырыс бере аласыз, немесе дүкендерден сатып алуыңызға болады. Бүгінге осы, сау болыңыздар.